Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, студенттер, Асыл академия оқушылары және де енді көріп жатқан оқушылар. Бүгін бізде жи дегеніміз не, оны қалай пайдалану керегін осы видеода айтамыз. Каналға тіркеліп лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Жи не дегеніміз не деген сұраққа жауап берем. Кеттік. Жи дегеніміз не? Жи деген қазақша жасанды интеллект деген, ұзартып айтқанда и деген бізде бұл искусственный интеллект, ай деген ағылшынша ай, қысқаша айтқанда ай деген мағынада. Жасанды интеллект дегеніміз бұл компьютердің ақылда әрекет етуі, яғни адам секілді ойлап кей жағдайды өз бетінше үйренуі деген бар. Ал қалай пайдаланады? Жасанды интеллекті күнделікті өмір және түрлі салаларда кеңінен пайдаланады дейді. Бұл біздің сабақтарымыз былай, сіздерге арналған 10 сабақ, тегін сабақ 10 сабағымыз бар. Осы менің осы YouTube каналдағы Асыл академия каналынан көре аласыздар. 2 тегін сабақты YouTubeға салатын боламын. Қазір ма ертең ба салам. Сол кезде 10 видео сабақ. Сіздерге бірінші сабағымды айтайын. Яғни ай арқылы, яғни ай дегеніміз, яғни жасанды интеллект арқылы ән жасауды бір тегін сабағымнан көре аласыздар. Сосын менде екінші сабағым жи арқылы чат-бот жасауды 2 тегін сабағымнан көре аласыздар. Осымен міне мен басқа әлеуметтік желіме тіркелсеңіздер болады. Және де бізбен хабарласу үшін курс туралы ақпарат алғыңыз келсе, WhatsApp нөмірге жазыңыздар, менше сіздерге жауап береді.